1998 жылдың қысында Алматтағы перзентханалардың бірінде дүниеге келген қыз сәби тағдырдың тәлкегімен балалар үйіне тап болады. Анасы оны дүниеге әкелгеннен кейін ауыр жағдайға байланысты тастап кетуге мәжбүр болған еді. Қызға Айдана деген есім беріледі. 6 айдан кейін Қазақстанға келген америкалық ерлі зайыптылар балалар үйінен сәбиді асырап алады. Олар қызға Эмили деген жаңа есім беріп, өздерімен бірге АQШ-ға алып кетеді. Эмили мейірімді отбасында өседі, жақсы білім алады, университет бітіреді. Бірақ жылдар өткен сайын оның көкейінде бір сұрақ мазалай береді. Мен кіммін? Менің туған анам мен әкем кім? Асырап алған ата-анасы оған шындықты жасырмайды. Эмили өзінің қазақ екенін бала кезінен біледі. Үйінде Қазақстан туралы кітаптар сақталады, кейде қазақ әндерін де тыңдайды. 25 жасқа толған күні асырап алған анасы оған ескі бір конверт береді. Біз мұны саған есейгенде береміз деп сақтап келдік дейді, көзіне жас алып. Конверттің ішінде қазақ тілінде жазылған бірнеше құжат пен ескі фотосурет бар еді. Сол сәттен бастап Эмили туған ата-анасын іздеуге бел буады. Бірнеше ай бойы құжаттарды зерттеп, ДНК тест тапсырып, ақыры Қазақстанға билет алады. Ұшақ Алматы әуежайына қонғанда оның жүрегі ерекше толқыды. Өзі өмірінде алғаш рет туған жеріне аяқ басып тұрған еді. Алматы әуежайынан шыққан сәтте Эмилидің бойын түсініксіз сезім биледі. Ол бұл қаланы алғаш рет көріп тұрса да, бәрі таныс сияқты көрінді. Көшелер, адамдар, қазақша сөйлеген дауыстар. Бір нәрсе жүрегіне жақын еді. Қонақ үйге орналасқан соң, ең алдымен құжаттардағы мекен-жайларды тексеруге кірісті. Бірақ арада 25 жыл өткен, көп нәрсе өзгерген. Кейбір мекен-жайлар мүлдем жоқ болып шықты. Балалар үйінің ғимараты да басқа ұйымға берілген екен. Эмили үмітін үзбей, құжаттардағы есімдерді интернеттен іздей бастады. Құжаттардың бірінде кек анасының аты жазылыпты. Салтанат Нұрланқызы. Тегі көрсетілмеген, басқа мәлімет жоқ. Бұл іздеуді қиындата түсті. Бірнеше күн өткен соң, ол әлеуметтік желі арқылы ерікті іздеушілер тобына хабарласты. Олар жоғалған туыстарды табуға көмектесетін. Топ жетекшісі орта жастағы Динара есімді әйел болатын. Эмили оған барлық құжаттарын жіберді. Уайымдамаңыз, қолымыздан келгенше көмектесеміз, деді Динара. Бір апта өтті. Ешқандай жаңалық жоқ. Эмилидің көңілі түсіп кетті. Бірақ дәл сол күні кешке Динара хабарласты. Эмили, біз бір нәрсе таптық. Не болды? Құжаттағы Салтанат Нұрланқызы есімді әйелге ұқсас адам бар. Рас па? Бірақ бір мәселе бар. Қандай? Ол әйел осыдан 15 жыл бұрын қайтыс болған. Эмилидің қолындағы телефон дірілдеп кетті. Көзіне жас келді. Ол туған анасын табуға сонша үміттенген еді. Сонда бәрі бітті ме? Деді сыбырлап. Жоқ, деді Динара. Оның артында отбасы қалған. Біз оларды іздеп жатырмыз. Сол түні Эмили көзіле алмады. Ал келесі күні таңертең Динара тағы қоңырау шалды. Бұл жолы даусы ерекше толқып тұрды. Эмили, сенің туған ағаң болуы мүмкін, адағың табылды. Эмилидің жүрегі атқақтап кетті. Ағам? Менің ағам бар ма? Иә, болуы мүмкін, деді Динара. Біз нақты айту үшін әлі тексеріп жатырмыз, бірақ барлық дерек сәйкес келіп тұр. Эмили орындыққа жайлап отырды. Ол өзін өмір бойы жалғыз сезініп келген. Ал қазір туған ағасы бар екенін естіп тұр. Ол қайда тұрады? Қарағандыда. Есімі Арман. Динара телефон арқылы Арманның өмір туралы аз-кем айтып берді. Арман 29 жаста екен. Үйленген, 2 баласы бар. Қарапайым инженер болып жұмыс істейді, бірақ ең таңғаларлығы басқа еді. Арманның өзі де көп жылдан бері жоғалған қарындас туралы білетін болып шықты. Өйткені анасы Салтанат өмірінің соңына дейін сол қыз үшін өкініп өткен екен. Өлер алдында баласына бәрін айтып кеткен. Сенің кішкентай қарындасың бар. Егер бір күні тапсаң, оны кешірім сұрамай-ақ құшақта, депті анасы. Бұл сөздерді естігенде Эмили жылап жіберді. Бір жағынан қуаныш, бір жағынан өкініш. Туған анасымен енді ешқашан кездесе алмайтынын түсінді. Сол күні кешке Арманмен бейне қоңырау ұйымдастырылды. Экраннан қара-торы, жылы жүзді қазақ жігіті көрінді. Ол да қатты толқып отырған. Екеуі бірнеше секунд үнсіз бір-біріне қарап қалды. Сосын Арман күлімсіреді. Сәлем, қарындасым. Осы бір сөз Эмилидің жүрегін елжіретіп жіберді. Ол көз жасын тыя алмады. Сәлем. Арман да көзін сүртіп алды. Анам сені өмір бойы ұмытқан жоқ. Неге мені тастап кеткен? Арман ауыр күрсінді.
Ол сені тастаған жоқ. Қалай? Шындық сен ойлағаннан да ауыр. Эмили үнсіз қалды. Сен дүниеге келген кезде анам небәрі 19 жаста болған. Әкем оларды тастап кеткен. Біз өте кедей өмір сүрдік. Анам 2 баланы асырай алмады. Арман сөзін жалғастыра алмай қалды. Бір күні оған біреулер шетелдік отбасы сәби асырап алғысы келетінін айтқан. Анам сенің жақсы өмір сүргенімді қалады. Эмили көз жасын сүртті. Жылдар бойы анасына өкпелеп келген еді, ал қазір бәрі басқаша көріне бастады. Бірақ дәл сол сәтте Арман күтпеген бір сөз айтты. Бірақ бұл әңгіменің бәрі емес. Нені айтып тұрсың? Сенің туған әкең тірі. Эмилидің тынысы тарылып кетті. Не? Және біз оның кім екенін білеміз. Эмили не айтарын білмей қалды. Жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұр. Менің әкем тірі ме? Иә, деді Арман баяу ғана. Ол қайда? Арман бір сәт үнсіз қалды. Сосын Алматыда тұрады. Эмилидің көз алды тұманданып кетті. Ол осы уақытқа дейін өзін дүниеде ешкім жоқ адамдай сезініп келген. Ал енді туған әкесі тірі екенін естіп отыр. Ол мені іздеді ме? Арман көзін төмен салды. Жоқ. Бұл сөз Эмилидің жүрегіне ауыр тиді. Демек, ол мені ұмытып кеткен бе? Бәрі соншалықты оңай емес, деді Арман. Сонда не болды? Арман анасының айтқан естеліктерін баяндап берді. 25 жыл бұрын Салтанат университетте оқып жүрген студент болған. Сол кезде ол Ерлан есімді жігітке ғашық болады. Екеуі үйленуге уәде берген. Бірақ Салтанат жүкті болған айтқанда Ерлан жоғалып кеткен. Телефонын ауыстырған, мекен жайын өзгерткен, хабарсыз кеткен. Салтанат жалғыз қалады, сәби дүниеге келеді. Ал ауыр тұрмыс пен жоқшылық ақыры қызынан айырылуға мәжбүр етеді. Анам Ерланды өмірінің соңына дейін кешірген жоқ, деді Арман. Эмили үнсіз тыңдап отырды. Кеудесінде өкініш пен ашу араласып жатқандай. Ол қазір қандай адам? Табысты кәсіпкер. Отбасы бар ма? Әйелі бар, 2 ұлы бар. Эмилидің ерні дір етті. Әкесі басқа балаларын өсіріп бақытты өмір сүрген, ал өзі мыңдаған шақырым жерде бөтен елде өскен. Ол түні бойы ұйықтай алмады. Тамада бір шешім қабылдады. Мен онымен кездесемін. Арман басын изеді. Дайынсың ба? Білмеймін. Бірақ кездесуге міндеттім. 2 күннен кейін Арман мен Эмили Алматыдағы үлкен мейрамхананың алдында тұрды. Ерлан сол жерге шақырылған еді. Ол келгенде Эмили оны бірден таныды. Әрине, бұрын көрмеген. Бірақ айнаға қарағандай әсер болды. Көздері, қастары, жүзінің кейбір белгілері өзінікіндей еді. Ерлан да бір сәт қатып қалды. Ол Эмилиге ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана. Сен айданасың ба? Эмилидің көзінен жас сырық кетті. Ал Ерланның түрі кенеттен бозарып кетті. Өйткені ол дәл осы сәтте өмір бойы жасырған құпиясының алдына келгенін түсінді. Мейрамханадағы жеке бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. Ерлан біресе Эмилиге, біресе Арманға қарап отырды. Қолдары дірілдеп кеткен, ал Эмили оның жүзінен жауап іздеді. 25 жыл бойы іздеген жауабы дәл алдында отырған еді. Неге? Деді ол ақыры. Ерлан көзін төмен түсірді. Қызым, мені олай атамаңыз. Эмилидің даусы дірілдеп шықты. Сіз мені өмір бойы іздеген жоқсыз. Арман үнсіз отырды. Ол да осы сәтті көп жылдан бері күткендей еді. Ерлан ауыр күрсінді. Мен кінәлімін. Тек кінәлімін деп құтыла саласыз ба? Эмилидің көзінен жас тоқтар емес. Мен өмір бойы кім екенімді білмей өстім. Неге анамды жалғыз қалдырдыңыз? Ерлан басын ұстап қалды. Бірнеше секунд ештеңе айта алмады. Сосын жай ғана. Өйткені мен қорқақ болдым. Бөлме іші қайтадан тынышталып қалды. Әкем мен анам біздің қарым-қатынасымызға қарсы болды. Мен жас едім, ақылсыз едім, жауапкершіліктен қаштым. Ал анам ше? Мен оны жақсы көрдім. Жоқ, егер жақсы көрсеңіз, тастап кетпейтін едіңіз. Бұл сөз Ерланға ауыр тиді. Көздері жасаурап кетті. Дұрыс айтасың. Алғаш рет Эмили оның да қиналып отырғанын байқады, бірақ бұл оның жүрегіндегі жараны жеңілдете алмады. Сол кезде Ерлан кенет қалтасынан ескі суретті шығарды. Сурет әбден сарғайып кеткен, онда жас Салтанат күлімсіреп тұр екен. Эмили суретке таңырқай қарады. Мен оны ешқашан ұмытқан жоқпын, деді Ерлан. Бірақ іздегенде жоқсыз.
Ерлан жауап бере алмады. Біраз уақыттан кейін ғана: мен сендерді жоғалттым деп ойладым. Бұл сылтау ғана. Ерлан үнсіз басын изеді. Сол сәтте оның телефоны шырылдады. Ол экранға қарап бірден сөндіріп тастады. Бірақ Эмили қоңырау шалушының атын байқап қалды. Жанарым. Әйелі болса керек. Сол кезде Эмили кенет бір нәрсені түсінді. Бұл адам қазірде бақытты отбасының ортасында өмір сүріп жатыр. Ал анасы болса, өмір бойы өкінішпен өткен. Ол орнынан тұрды. Мен кетем. Қызым, маған уақыт керек. Эмили есікке қарай беттегенде Ерланның соңғы сөзі оны тоқтатты. Сенің анаң маған хат жазған. Эмили жалт бұрылды. Қандай хат? Мен оны осы күнге дейін сақтап келемін. Эмилидің жүрегі зу ете қалды. Мүмкін сол хатта анасының соңғы сыры жасырылған шығар. Эмили есіктің тұтқасын ұстап тұрған күйі қатып қалды. Қандай хат? Ерлан орнынан баяу тұрды. Салтанат маған сені дүниеге әкелгеннен кейін хат жазған. Неге осы уақытқа дейін айтпадыңыз? Өйткені оны оқуға менің батылым жетпеді. Эмили мен Арман таңырқап бір-біріне қарады. Ерлан үстел үстіне ескі былғары папканы қойды. Папканың ішінен сарғайып кеткен конверт шықты. Конверттің сыртында қазақша жазылған бірнеше сөз бар екен. Ерланға өз қолына тапсырылсын. Эмилидің қолдары дірілдей бастады. 25 жыл бұрын жазылған хат дәл алдында жатыр. Ерлан конвертті ақырын ашты. Ішінен бүктелген бірнеше парақ шықты. Дауысы дірілдеп, хатты оқи бастады. Ерлан, егер бұл хат саған жетсе, демек тағдыр бізді тағы да жолықтырған шығар. Мен саған ренжіп жүрген жоқпын, тек қатты шаршадым. Қызымыз дүниеге келді. Ол өте әдемі, көздері дәл өзіңе ұқсайды. Мен оны күнде құшақтап отырып жылаймын. Өйткені оны асырап қала алмайтынымды сезіп жүрмін. Эмилидің көзінен жас ыршып кетті. Арман да үнсіз отыр. Ал Ерлан әр сөзді зорға оқып жатыр. Егер бір күні қызымыз сені іздеп барса, оған менің оны жақсы көргенімді айт. Мен оны ешқашан тастағым келген жоқ. Менем қолымнан келгені осы ғана болды. Бөлмеде ешкім сөйлей алмады. Бірақ уақыттан кейін Ерлан хаттың соңғы бөлігін оқыды. Тағы бір өтінішім бар. Еген менем ческер алсан, қызымызға мына шындықты айт. Оның туған атасы мен әжесі бар екенін айт. Олар қызымыздың бар екенін әлі күнге дейін білмейді. Эмили селк ете қалды. Дедіңіз? Ерлан хатты қайта қарады. Иә. Менің атаммак әжем тірі ме? Арманда таңғалып отыр. Анам бізге бұл туралы ешқашан айтпаған. Ерлан басын изеді. Өйткені Салтанат олармен ерте кезде араз болып кеткен. Кейін байланыс үзілген. Олар қайда тұрады? Соңғы естігенім бойынша Түркістан облысында. Эмилидің жүрегі тағы да дүрсілдей бастады. Ол Қазақстанға тек туған анасын табу үшін келген еді, бірақ енді оның тірі атасы мен әжесі болу мүмкін екені белгілі болды. Және олар 25 жыл бойы немерелерінің бар екенін білмеген. Сол сәтте Эмили іштей шешім қабылдады. Ол міндетті түрде оларды табады. Бірақ ешқайсысы білмеген бір нәрсе бар еді. Салтанаттың хатында оқылмай қалған тағы бір парақ жатқан болатын. Келесі күні таңертең Эмили, Арман және Ерлан қайта кездесті. Эмилидің ойынан хаттағы соңғы сөздер кетпей қойды. Туған атасы мен әжесі. Олар шынымен тірі болса ше. 25 жыл бойы немересінің бар екенін білмей өмір сүрген болса ше. Ерлан хаттарды қайтадан папкаға салып жатқанда, ішінен кішкентай бүктелген парақ жерге түсіп кетті. Бұл не? Деді Эмили. Ерлан таңырқап қағазды көтеріп алды. Мен мұны бұрын көрмеппін. Парақ хаттың арасына жабысып қалған екен. Эмилидің жүрегі атқақтап кетті. Ерлан қағазды жайлап ашты. Бұл Салтанаттың өз қолымен жазған тағы бір хат еді. Үшеуі үнсіз тыңдап отырды. Егер осы хатты оқып отырсаңдар, демек менің қызым бір күні өз шындығын іздеуге шыққан шығар. Эмилидің көзінен тағы да жас ақты. Қызым, егер сен осы жолдарды оқып отырсаң, сенен бір ғана өтінішім бар. Мені іздеп уақытыңды жоғалтпа, өз бақытыңды ізде, бірақ бір адамды міндетті түрде тап. Эмили тынысын ішіне тартып қалды. Ол адамның есімі Әлия. Әлия? Деді Арман. Мен ондай адамды білмеймін, деді Ерлан. Хат жалғаса берді. Әлия менің ең жақын құрбым еді. Сен дүниеге келген күні менің жанымда болды. Ол менің барлық құпиямды біледі.
үшеуі бір-біріне қарады. Егер бір күні қызым мені іздесе, оған айта көрші. Оның тағдыры туралы мен білмейтін шындық бар. Эмилидің денесі мұздап кеткендей болды. Қандай шындық? Ерлан хаттың соңына дейін оқып шықты, бірақ ары қарай ештеңе жазылмаған. Парақ аяқталмай қалған. Соңғы сөйлемнің жартысы ғана бар. Себебі оның дүниеге келуі. Одан кейін бос орын. Сия өшіп кеткен бе, әлде хат аяқталмаған ба, белгісіз. Бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Демек, Әлия деген адам бәрін біледі, деді Арман. «Онес Тодоскет», деді Эмили. Динара іздеу жұмыстарын бастап кетті. Бірнеше күннен кейін күтпеген хабар келді. Әлия табылған екен. Ол Шымкентте тұрады. Қазір жасы 60-тан асқан. Бірақ телефонмен сөйлескенде, ол Эмилидің атын ести сала үнсіз қалыпты. Сосын дірілдеген дауыспен. Ол тірі ме? Иә, тірі. Әлия ұзақ жылаған. Сосын, «Мен оған айтуым керек еді. Бірақ салтанат маған ант ішкізген болатын. Нені ренту керек?» Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Ал кейін Әлия жай ғана. «Эмили Қазақстанға келгенде бәрін өзім айтамын», деді. Бұл сөзден кейін Эмилидің көңілі тіпті алай-дүлей болды. Өйткені Әлияның дауысынан бір қорқыныш сезілген еді. Қандай құпия болса да, ол 25 жыл бойы жасырылып келген. Бір аптадан кейін Эмили, Арман және Динара Шымкентке жол тартты. Жол бойы Эмилидің жүрегі тынышталмады. Әлия кім? Неге анасы оған ерекше сенім артқан? Қандай құпияны 25 жыл бойы ешкімге айтпаған? Осы прессинг рақтар мазасын алды. Түстен кейін олар Свағын үйдің алдына келіп тоқтады. Үйдің қақпасы баяу ашылды. Ауладан шашына ақ кірген, жүзі жылы әйел шықты. Бұл Әлия еді. Ол Эмилиді көрген сәтте көзіне жас алды. Қолын аузына апарып, «Япырай, салтанаттың өзі ғой», деді. Эмили де толқып кетті. Әлия оны құшақтап ұзақ жылады. Содан кейін бәрі үйге кірді. Шай үстінде ешкім көп сөйлеген жоқ. Ақыры Эмили шыдамай сұрады. «Сіз маған не айтқыңыз келді?» Әлияның жүзі бірден өзгерді. Ол перізеге қарап біраз үнсіз отырды. Сосын ауыр күрсінді. «Бұл шындықты мен 25 жыл бойы ішімде сақтап келдім». Эмили демін ішіне тартып тыңдап отыр. «Сен дүниеге келген кезде, мен перзентханада салтанаттың жанында болдым». «Иә, бірақ сенің тағдырыңда бір түсініксіз жағдай болған». Арман мен Динара да елең ете қалды. «Қандай жағдай?» Әлия орнынан тұрып ескі шкафтан қорап алып келді. Қораптың ішінде сарғайған құжаттар жатыр екен. Ол бір суретті алып Эмилидің алдына қойды. Эмили суретке қарады. Суретте екі сәби жатыр. Екеуі де жаңа туған нәрестелер. «Бұл не?» Әлия көз жасын сүртті. «Осы сурет сол күні түсірілген». «Түсінбедім?» «Өйткені сен туған күні тағы бір қыз дүниеге келген». Эмили үнсіз қалды. «Салтанат екеуміз кейде қорқатынбыз». «Неден?» Әлия дірілдеген дауыспен. «Сендерді перзентханада шатастырып жіберген болуы мүмкін», деді. Бөлме іші жым-жырт болып кетті. Эмилидің қолындағы сурет қалтырап кетті. «Не дейсіз?» «Бізде нақты дәлел жоқ еді, сондықтан үндемедік. Бірақ салтанат өмірінің соңына дейін осы күдікпен өтті». Арман орнынан атып тұрды. «Сонда Эмили, біздің туысыңыз емес болуы мүмкін бе?» «Мен оны айтып тұрған жоқпын». «Онда не айтқыңыз келеді?» Әлия терең дем алды. «Менің қолымда тағы бір құжат бар». Ол қораттың күбінен мөр басылған ескі қағазды шығарды. Қағаздың жоғарғы жағында бір сөз жазылып тұр еді. Құпия. Ал төменгі жағында Эмилидің шын есімі емес, мүлдем басқа есім көрсетілген болатын. Эмилидің жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол қағазды қолына алды. Құжаттағы есімге қайта-қайта қарады. Онда Аружан Ермек қызы деп жазылып тұр еді. Ал туған күні өзінікімен бірдей. Перзентхананың мөрі де бар. «Бұл қалай?» деді Эмили. Әлия көз жасын сүртті. «Міне, осы сұрақ мені де 25 жыл бойы мазалап келді». Арман құжатты қолына алды. «Бірақ біздің анамыз қызын Айдана деп атаған емес пе?» «Иә». «Онда мына есім қайдан шыққан?» Әлия ауыр күрсінді. Сол күні перзентханада екі қыз дүниеге келген. Бірі салтанаттың қызы, екіншісі ауқатты отбасының қызы. Сонда кейін құжаттарда түсініксіз сәйкессіздіктер пайда болды. Эмилидің денесі тітіркеніп кетті.
Сіз не айтқыңыз келіп тұр? Мен біреудің қателескеніне сенгім келеді, бірақ кейде бәрі әдейі жасалғандай көрінеді. Бөлмедегілер үнсіз қалды. Әлия сөзін жалғастырды. Бірнеше күннен кейін мен перзентханаға барғанымда кейбір құжаттар жоғалып кеткен еді. Жоғалып кеткен? Иә. Ал неге ешкім тексермеген? Ол уақыт басқа еді, қызым. Ақша жүрген жерде көп нәрсе жабылып қалатын. Эмилидің басы айналып кеткендей болды. Осы уақытқа дейін ол өзін туған анасын іздеп жүрмін деп ойлаған. Ал енді өзінің кім екеніне күмән туып отыр. Сол сәтте Әлия тағы бір құжатты шығарды. Бұл жолы қағаздың артында мекенжай жазылып тұр екен. Мен бұл мекенжайды көп жыл сақтап келдім. Кімдікі? Сол екінші қыздың отбасынікі. Олар қайда? Алматыда. Арман таңырқап қалды. Демек, оларды табуға болады ғой. Әлия басын изеді. Бірақ мен сендерге тағы бір нәрсе айтуым керек. Эмили үнсіз тыңдап отырды. Бірнеше жыл бұрын мен әлгі отбасының әкесі туралы естідім. Не естідіңіз? Ол өте танымал кәсіпкер болып кеткен. Эмилидің жүрегі зу ете қалды. Аты кім? Әлияның ерні дірілдеп кетті. Ермек Төлегенұлы. Бөлмеде отырғандардың бәрі қатып қалды. Өйткені дәл осы есім Эмилиге таныс еді. Бірнеше күн бұрын ғана ол бұл адамды теледидардан көрген. Қазақстандағы ең ықпалды кәсіпкерлердің бірі болатын. Ал егер Әлияның күдігі рас болса, Эмили 25 жыл бойы өзін басқа адамның қыз деп ойлап келген болуы мүмкін еді. Бірақ ең қорқыныштысы әлі алда болатын. Сол түні Эмилидің электронды поштасына белгісіз біреу хат жіберді. Хатта небәрі бір сөйлем ғана жазылған еді. Шындықты қазбалама. Әйтпесе, анамның өлімі туралы құпияны да білесің. Эмили телефон экранына қадалып қалды. Белгісіз хат, бір ғана сөйлем. Шындықты қазбалама. Әйтпесе, анаңның өлімі туралы құпияны да білесің. Оның денесі мұздап кеткендей болды. Арман, мынаны қарашы. Арман хатты оқып шыққан соң қабағын түйді. Бұл жай кездейсоқтық емес. Біреу бізді бақылап жүр ме? Солай сияқты. Сол түні ешқайсысы дұрыс ұйықтай алмады. Таңертең Динара өзінің таныстары арқылы Салтанаттың өліміне қатысты ескі құжаттарды іздей бастады. Өйткені осы уақытқа дейін бәрі Салтанат ауыр дерттен қайтыс болды деп келген. Бірақ хаттан кейін күмән пайда болды. Түстен кейін Динара күтпеген жаңалықпен келді. Мен бір нәрсе таптым. Не? Салтанат қайтыс болардан 3 ай бұрын полицияға арыз жазған. Эмили орнынан атып тұрды. Қандай арыз? Өзіне біреулердің қоқан-лоқы көрсетіп жүргені туралы. Бөлме іші тынышталып қалды. Кімдер? Өкінішке қарай арыз толық сақталмаған. Бірақ не үшін қорқытқан? Динара қағаздарға қарап отырды. Мұнда бір ғана сөйлем қалған. Ол дауыстап оқыды. Мен қызым туралы шындықты білдім. Егер маған бірдеңе болса, бұған белгілі адамдардың қатысы бар. Эмилидің жүрегі шымете қалды. Қызым туралы шындық. Арман да ойланып қалды. Демек, анам бар бір нәрсені білген. Иә. Және сол үшін қорыққан. Дәл сол кезде Әлия күтпеген нәрсені есіне түсірді. Тоқтаңдар. Барлығы оған қарады. Салтанат қайтыс болардан 1 апта бұрын маған келген. Не айтты? Әлия көзін сүртті Френд. Ол өте қорқып жүрген еді. Неге? Маған, егер менімен бірдеңе болса, қызынды тап. Ол өз шындығын білуге тиіс деген. Эмилидің көзіне жас келді. Анасы соңғы сәтіне дейін өзін ойлаған екен. Бірақ дәл сол кезде Динара тағы бір қағазды үстелге қойды. Бұдан да маңызды нәрсе бар. Не? Салтанат қайтыс болардан 2 күн бұрын бір адаммен кездескен. Кіммен? Динара терең дем алды. Ермек Төлегенұлымен. Эмили үнсіз қалды. Дәл сол кәсіпкер. Әлия айтқан есім. Құжаттардағы күмәнді адамның аты. Олар не туралы сөйлескен? Білмейміз. Бірақ кездескені анық па? Иә. Мейрамханадағы бейнебақылау жазбасында тіркелген. Арман жыдырғын түйіп алды. Демек бәрі осы адамға барып тіреледі. Эмили терезеге қарап кетті. Оның өмірі барған сайын күрделене түсті. Туған анасын іздеп келген сапары енді тұтас бір құпияның ортасына айналған еді. Бірақ олар әлі бір нәрсені білмейтін. Сол күні кешке Ермек Төлегенұлы өзінің кеңсесінде ескі бір суретке қарап отырды. Суретте 2 жаңа туған сәби бейнеленген еді. Ал оны көрген хатшы әйелдің жүзі бозарып кетті. Аға, сіз қорқып жүрген қыз Қазақстанға келіп қойды.
Ермек көзін жұмды, сосын ақырын ғана. Демек, 25 жылдан кейін бәрі ашылатын уақыт келген екен. Келесі күні таңертең Эмили мен Арман Ермек Төлегенұлымен кездесуге шешім қабылдады. Кәсіпкердің қабылдауына жазылу оңай болмады. Бірақ Динараның таныстары көмектесіп, кешкі уақытқа кездесу белгіленді. Кеңсеге кіргенде Эмилидің жүрегі қатты соғып тұрды. Ермек Төлегенұлы үлкен терезенің алдында үнсіз тұр екен. Ол бұрылып, Эмилиге ұзақ қарады. Сосын ауыр күрсінді. Ақыр келдің бе? Эмили таңырқап қалды. Демек мені күтіп жүргенсіз? Иә. Неге? Ермек орындыққа отырып көзілдірігін шешті. Соңғы бірнеше күнде ол 10 жасқа қартайып кеткендей көрінді. Өйткені мен бұл күннің бір күні келетінін білетінмін. Арман шыдай алмай кетті. Сонда бәрі рас па? Қайсысы? Перзентханадағы оқиға. Ермек үнсіз қалды. Бұл үнсіздік бәрінен де ауыр еді. Бірнеше секундтан кейін ол басын изеді. Иә. Эмилидің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не болған? Ермек көзін төмен түсірді. Менің әйелім сол күні қыз босанды. Сосын, қызымыз бірнеше сағаттан кейін шетінеп кетті. Бөлмеде тыныштық орнады. Бірақ әйелім ол туралы білмеді. Неге? Дәрігерлер оның жағдайы ауыр екенін айтты. Егер нәрестенің өлгенін естісе, өзі аман қалмауы мүмкін еді. Арманның жүзі сұрланып кетті. Содан кейін не болды? Ермектің даусы дірілдеп шықты. Бір дәрігер маған қорқынышты ұсыныс жасады. Эмили демін ішіне тартып отыр. Қандай ұсыныс? Сол күні басқа бір әйелдің қызы дүниеге келгенін айтты. Менің анамның қызы. Иә. Ермек көз жасын сүртіп алды. Ол кезде мен есімді жоғалтқан адам сияқты едім. Әйелімді жоғалталтудан қорықтым. Ақшаға сендім. Бәрін шешуге болады деп ойладым. Сонда сіз... Иә. Ол басын төмен салды. Мен үлкен қателік жасадым. Эмилидің көзінен жас ыршып кетті. Сонда мен... Сен біздің отбасына берілдің. Арсыздың қызымыз ше? Ермек көзін жұмды. Ол қайтыс болды. Эмили орнықтан тұрып кетті. Оның бүкіл өмірі төңкеріліп жатқандай еді. Туған анасы басқа. Өскен отбасы басқа. Ал қазір ол өзін ешкімге тиесілі емес адамдай сезінді. Сол кезде Ермек үстелдің тартпасынан бір папка шығарды. Мен мұнаны 25 жыл сақтап келдім. Ішінде перзентхана құжаттары, ақша аударымдары және дәрігерлердің қолдары бар көшірмелер жатыр еді. Бұл бәрін дәлелдейтін құжаттар болатын. Бірақ папканың соңғы бетінде тағы бір есім жазылып тұрды. Есімді көргенде Ермектің өзі де бозарып кетті. Өйткені ол есімді бұрын екуан байқамаған екен. Құжатта операцияға қатысқан дәрігер ретінде Салтанат Ермек қыз деп жазылып тұрды. Эмили мен Арман аң-таң болып қалды. Бұл қалай мүмкін? Өйткені олардың анасының аты да Салтанат еді. Құжаттағы есімді көрген соң бәрі аң-таң болды. Бірақ бірнеше күннен кейін тергеу мен ДНК сараптамасының нәтижелері келді. Шындық біртіндеп ашыла бастады. Белгілі болғандай, перзентханада шынымен заңсыз әрекет жасалған. Ермек Төлегенұлының қайтыс болған қызының орнына Салтанаттың сәбиін берген. Бұл іске бірнеше медицина қызметкері қатысқан. Алайда Салтанат бұл шындықты қызынан айырылғаннан кейін ғана білген. Сол себепті ол жылдар бойы қызын іздеуге тырысқан. Өкінішке қарай оны табуға үлгермеген. Нәтижесі тағы бір маңызды нәрсені көрсетті. Эмили шынымен Салтанаттың туған қызы болып шықты. Арман оның туған ағасы екенде дәлелденді. Бұл жаңалықты естігенде Эмили жылап жіберді. Өйткені ол ақыры өзінің кім екенін білді. Бірақ бір сұрақ мазалады. Мен енді кіммін? Америкалық Эмилімін бе? Әлде қазақ қызы Айданамын ба? Сол кезде Арман күліп, екеуі де сенсің, қарындасың деді. Бірнеше аптадан кейін Эмили анасының қабіріне барды. Құлпытастың алдында ұзақ тұрды. Қолына ақ раушан гүлін қойды. Анашым, мен сізді таптым. Көзінен жас ақты. Сіз мені ешқашан тастамаған екенсіз. Жел баяу есіп тұрды. Сол сәтте оның жүрегіндегі 25 жылдық ауырлық жеңілдегендей болды. Қайтар күні Арман оның отбасы және жаңа тапқан туыстары әуежайға шығарып салуға келді. Қоштасу оңай болған жоқ. Қайтып келесің бе? Деп сұрады Арман. Эмили күлімсіреді. Әрине. Неге сонша сенімдісің? Эмили көз жасын сүртіп. Өйткені мен енді қайда келуім керек екенін білемін.
Ұшақ көкке көтерілгенде, ол терезеден Қазақстанға соңғы рет қарады. Ол бұл елге бөтен адам болып келген еді. Ал енді туған жерін тауып бара жатқандай сезінді. Кейде адам бүкіл өмірін өзін іздеумен өткізеді. Бірақ шын бақыт өзіңнің қайдан шыққаныңды емес, кімдерді жүрегіңе жақын ұстайтыныңды түсінгенде келеді. Сіз Эмилидің орнында болсаңыз, тада қалар ма едіңіз? Әлде Қазақстанға бір жола көшіп келер ме едіңіз? Пікіріңізді жазыңыз.